Облыс бойынша 37.110 оқушы жас ұланның қатарында. Аталмыш ұйымның құрылғанына биыл 5 жыл толып отыр. Ел қорғаны мақтанышы болуда парызым деп ұққан ұл қыздар қаламызда өткен ұланымыз ұлы елдің аймақаралық форумында бас қосты. Болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жас буынға байланысты. Осы орайда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының орны ерекше. Биылғы форумға 100-ге жуық жас ұланның белсенді мүшелері қатысты. 3 күнге созылған шара барысында шеберлік сағаттары, көшбасшы формуласы тренингі, квест ойыны, қағаздар шоуы сияқты түрлі ойын-сауықтық бағдарламалар ұйымдастырылды. Сондай-ақ ұйымның болашағы мен дамуы дөңгелек үстелде талқыланды. Ал бүгін осы салада еңбектері елеулі үздік тәлімгерлер, көшбасшылар және ұйымның серіктес демеушілері марапатталды. Айта кетейік, биылдан бастап жас ұланның қатарына есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балалар қабылданатын болады. Бүгінгі аймақаралық ұланымыз елдің форумы Қазақстан аймағының жас ұландарын қосып отыр. Бүгінгі біздің шарамызға Атырау облысының жас ұландары, Ақтөбе облысының жас ұландары және Астана қаласынан жас ұлан ұйымының төрайымы арнайы қатысып отыр. Бүгінгі шарамызда облыстық білім басқармасы үлкен қолдау көрсетуде. Өтуіне 3 күн бойы біздің облысымыздың жас көшбасшылары көптеген тренингтарға, көптеген шараларға қатысып, өздерінің білімдерін, біліктіліктерін жетірді.